Алла шүкір болсын да. Аллах тағала біздің күнәмізге қарамай, естіп қараңызшы, тамақ ішпей тұрып сіз не сөз айтасыз? Бисмилля. Үйден шыққанда не сөз айтамыз? Бисмилля. Құран оқиын деп жатқанда не сөз айтамыз? Мағынасы қандай? Алланың атымен немесе Алланың атынан деген нәрсе де бар дейді, ғалымдар айтады. С именем Аллаха или от имени Аллаха деген нәрсе, екі нәрсе да, қараңыз. Енді қараңызшы, мысалы сіз қазір мысалы басқа бір мемлекетке барсаңыз, бір атақты адамның артынан, мен пәленшенің адамның артынан келіп тұрмын десе, авторитет па? Авторитет болады, сізді адам қарсы алады. Неге? Себебі сіз сол адамның артына келіп жатсыз. Мысалы, елестетіп қараңызшы. Мысалы, посол тұрып алады, барады ғой бізде мысалы. Сол кезде не істейді? Ол атақ қой. А сіз елестетіп қараңызшы, біздің күнәмізге қарамай, күнде біз Алланың атынан бір нәрсе жасаймыз. Аллах тағала біздің күнәмізге қарамай сол нәрсе бізге жасатып қойыпты. Алланың атынан, Алланың атымен сіз су ішесіз. Күнәмізге қарамай. Бисмилля деген тек жай сөз емес ол. Тамақ ішпей тұрып, Құран оққан кезде, тіпті үйден шыққан кезде, киім киген кезде Аллахтың атынан жасап жатсыз. Күнәмізге қарамай. Аллахтың мейірімі сода екен ғой. Альхамдулилля. Аллах тағала бізді мұсылман қылғанына, бисмилля айтқызғанына, себебі ол үлкен мәртебе ғой. Қазір мысалы бір адамның артына бір адам бару, ол қандай болу керек? Ол міндетті түрде бір сондай сыйлы адамға беріледі ол нәрсе. Аллах тағала бізге беріп қойыпты, оның атынан бір нәрсені жасауын. Сол үшін альхамдулилля дейік те, Аллах тағала бізді мұсылман қылған үшін, сол сөзді айтқызған үшін.